Гипотиреоз, гипертиреоз дегеніміз не? Қалқанша безінен екі гормон Т4 тироксин, Т3 триодтиронин бөлінеді. Т4 негізгі прогормон, ол периферияда Т3-ке айналады, ал Т3 организмдегі бүкіл зат алмасу процесін реттейді. Т4-тің Т3-ке айналу үшін микроэлемент селен өте қажет. Қалқанша без гормондарының бөлінуін гипофизден бөлінетін тиреотропты гормон, яғни ТТГ реттейді. Гипотиреоз, яғни қалқанша без функциясының төмендеуі кезінде анализде қалқанша без гормондары төмен болады, ал тиреотропты гормон ТТГ-ның деңгейі жоғары болады. Гипертиреоз қалқанша без функциясының жоғарылауы кезінде анализде қалқанша без гормондары деңгейі жоғары, ал ТТГ-ның деңгейі төмен болады.